Сәлем, бүгін мен сіздерге творожный пирог әзірлеп көрсетемін. Дәмі өте керемет, әрі балаларға да өте қатты ұнайтын пирог болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, ұн және де қопсытқыш салып, жұп-жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейтін боламыз. Артық ұн салуды кеңес бермеймін. Көрсетілген мөлшердегі ұнды салсаңыз жеткілікті. Себебі қамырымыз қатты болып қалмас үшін дәл осы көрсетілген мөлшердегі ұн жеткілікті. Қамырымызды екіге бөліп, өлген бөлігін осылай астына жайып аламыз. Кіші бөлігін үстіне бортик жасап шығатын боламыз. Салмасын дайындап аламыз. Кез келген творогты қолдануларыңызға болады. Және де сметана саламыз. 2 жұмыртқа салып, және де шекерімізді салып, 2 ас қасықтай кукурузный крахмал салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Крахмал бізге творогтың суы шығып кетпес үшін қажет. Біркелкі араласып болған соң қамырымыздың үстіне барлығын құйып аламыз. Үстінен қалаған жеміс-жидектеріңізді қойып пісіруіңізге болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Ыстық кезінде формадан шешпегендеріңіз абзал, себебі бөлініп кетуі мүмкін. Сол себепті суығаннан соң барып, осылай пышақтың көмегімен ажыратып барып, формасын алып тастаймыз. Рецепт сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге восточный пирог әзірлеп көрсетемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Ең бірінші, ұнымыз бен сармайымызды жақсылап араластырамыз. Сармай бөлме температурасында болу қажет. Қолға жабысатын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бөлек ыдысқа шекер мен жұмыртқаны салып, 1 шай қасық қопсытқыш және де сметана барлығын салып араластырамыз. Араласпаны қамырымызға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Ендеше қамырымызды формаға салып, біркелкі етіп жайып аламыз. Үстіне мес, кептірілген өрік және де жаңғақты саламыз. Үстіне қойылтылған сүтімізді құямыз. Сапалы болғаны маңызды. Қасықтың көмегімен біркелкі жайып аламыз. Сонымен қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінеки пирогымыз дайын. Суыған соң барып кесулеріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Дәмі өте керемет, маған қатты ұнады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сметанник дайындап көрсетемін. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз.
Бірінші болып тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, шекер және де бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болу үшін қолмен араластыру қажет. Бір жұмыртқамызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз аздап қолға жабысқақ болғандықтан аз уақытқа холодильникке қойып аламыз. Өздеріңізде бар қалаған форманы қолдануларыңызға болады. Менде дәл осылай форма болғандықтан мен астына фольга жабыстырып алдым, дәл осылай. Барлық жерін бір келкі тегіс етіп, содан соң барып тынып болған қамырымызды салып, бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымыздың азғантай бөлшегін алып қалып, дәл осылай үстіңгі жағын, яғни бортигін жасап алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, ендеше салмасын дайындап аламыз. Менде 20% сметана және де 4 жұмыртқаны салып, шекер саламыз өз қалауыңыз бойынша. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі араласып болған соң, қамырымыздың үстіне жайлап құйып аламыз. Алдын ала қыздырып алынған пешімізде 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бұл духовкадан алған кезде дәл осылай беті кішкене көтеріліп тұрады. Әлі жұмсақ болғандықтан бұл кезінде кесуге болмайды. Кішкене суытып барып, содан соң кесеміз. Мінекей біздің сметанигіміз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеулеріңізге болады. Мен шоколадты ерітіп, үстіне дәл осылай сәндеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сахарный пудра не болмаса, жеміс-жидектермен сәндеулеріңізге болады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, төменде өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ірімшіктен жасалынатын жұп-жұмсақ ауызда еритін пирогтың рецептін бөлісемін. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызға шекер, жұмыртқа салып араластырып, 2 ас қасықтай сметана саламыз. Және де 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық қопсытқыш және де ұн салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көрсетілген мөлшерде ғана салыңыздар, артық салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Қамырымыз тынғанша біз салмасын дайындап аламыз. Ірімшігімізге 2 ас қасық сметана, жұмыртқа, шекер салып, қалауыңызша ванилин және де кукурузный крахмал салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Крахмал бізде суы шығып кетпес үшін міндетті түрде кукурузный крахмал салғандарыңыз дұрыс. Блендер болмаған жағдайда вилканың көмегімен де езіп алуға болады. Мінекей ірімшігіміз бір келкі осылай көрініске енген соң, қамырымызды формаға салып, дайындап аламыз. Байқағандарыңыздай, қамырды мен 2 бөлікке бөлдім. Бірі үлкен, бірі кіші. Кіші бөлігін беткі жағына кесіп қоятын боламыз. Ірімшігімізді бір келкі етіп, жүне салып аламыз барлығыны. Ірімшігімізді бір тегіс етіп жайып алған соң, кіші қамырымызды беткі жағына дәл осылай кесіп, рет-ретімен қойып шығатын боламыз. Мінекей пирогымызды сәндеп алдық. Ендеше қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз.
Пирогымыз дайын. Суығаннан соң барып кесуге кеңес беремін. Ауызда еритін жұмсақ пирог болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қарапайым әрі өте дәмді, әрі ең оңай пирогтардың бірі. Каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге еттен жасалатын пирог әзірлеп көрсетемін. Қамыры жұмсақ болып шығатын бұл пирогтың дәмі аузыңызда қалары сөзсіз. Ендеше каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель және де бөлме температурасындағы сары майды салып, крошка дайындап аламыз. Дайын крошкамыздың үстіне 2 жұмыртқа салып, үстінен айранымызды құямыз. Айран менде қолдың айраны және де 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды жұмсақтау илейтін болсаңыздар, пирогымыз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды 2-ге бөліп, бетін жауып, 15 минуттай тындырып аламыз. Қамырдың үстіңгі бөлігіні кішілеу етіп бөліп алыңыздар. Сол кезде үстіне бір-біріне сәйкес келу үшін, ораған түйген кезде де кішкене ыңғайлы болу үшін біреуін кішілеу етіп жасаңыздар. Салмасына мен ет, құйрық май және де картошка, пияз, сұйық май қосып жібердім. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Дәмдеуіштерге мен тұз, қара бұрыш және де паприка қостым. Кориандр қосуларыңызға да болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Қамырдың үстіңгі бөлігін кішілеу етіп жасап, дәл осылай бір-біріне біріктіріп шығатын боламыз. Пирогты дәл мен көрсеткендей етіп түюдің қажеті жоқ. Өз қалауларыңыз бойынша сіздерге қалай ыңғайлы, солай сәндеулеріңізге болады. Ең маңыздысы пирогымыздың біріктірілген жері ашылып кетпеуі қажет. Сол себепті өз қалауларыңыз бойынша жақсы біріктіріп түюлеріңізге болады. Үстінен жұмыртқаның сарысын жақтым мен. Және де қалауыңыз бойынша күнжіт себулеріңізге болады. Пирогымызды сәндеп болдық. Ендеше қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей етті пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі ерекше әрі жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.